Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге Beyond Curriculum және Connected. Сондай-ақ сіздердің цифрлық сауаттылық бойынша нұсқаушыларыңыз мен Жемісбек Дилназ. Біздің бүгінгі 3-ші сабағымыз электрондық почтаға арналады. Ең алдымен электрондық почта дегеніміз не? Электрондық почта компьютерлік желі арқылы электрондық хабарламалармен алмасуға арналған технология болып саналады. Ал енді электрондық почтаның танымал сервистері қандай? Бұл бізде Google компаниясы ұсынатын Gmail, Яндекс ұсынатын Яндекс почта және де Mail.ru почтасы. Бұл электрондық сервистер біздің Қазақстанда ең танымал болып саналады. Сонда біз почта жәшігін қалай ашамыз деген сұрақ туындайды. Ол үшін сіздер почталық сервиске кіріп, мысалы Gmail-ға кіріп, создать аккаунт, яғни қазақшаға аударғанда аккаунт ашу деген немесе тіркелу, жәшік ашу деген батырмаларға немесе сілтемелерге басу керек. Кейін өздеріңіз жайлы ақпараттарды толтырасыздар. Мысалы айтайық, біз қазір Google компаниясын ұсынатын Gmail почталық сервисіне кіріп тіркелеміз. Ол үшін біз Google браузерін ашамыз. Кейін мұнда Gmail деп жазамыз. Ең бірінші тұрған Gmail-Google деп тұрған бірінші сайтқа кіреміз. Кейін мұнда создать аккаунт дегенге басамыз, яғни аккаунт ашу дегенге. Для себя, яғни өзімізге деп таңдаймыз. Мұнда өзіміздің аты жөнімізді жазамыз. Және логин мен пароль, яғни құпия сөзді өз ойымыздан шығарып тереміз. Мысалы айтайық, сіздердің мүмкін сіздер аты жөндеріңізді жазып болған соң имя пользователя немесе логин дегеніміз не деген сұрақ туындайды. Логин дегеніміз ол сайтқа немесе сервиске кіруге қолданылатын сөз. Барлық сервистің қатысушыларына көрінетін пайдаланушының жазбасы жиі логинге сәйкес келеді. Бірақ кейбір жағдайларда пайдаланушының аты бөлек жазылады. Сонда логин әріптердің немесе цифрлардың сервиске кіруге рұқсат ететін бірегей қайталанбас жиынтығы. Оны қолданушының өзі ойлап табады. Ал пароль, яғни құпия сөз дегеніміз сіздің тіркелу жазбаңызды қорғайтын құпия сөз болып табылады. Мынау логиннің мысалдары. Логин әртүрлі болады, бірақ сервис үшін бірегей болу керек. Яғни қайталанбайтын, бір-ақ рет кездесетін. Жоғарыда көрсетілген мысалдардың ол сіздің есіміңіз, туған жылыңыз, фамилияңыз немесе ойлап табылған жай бір сөз болуы мүмкін екендігі көрініп тұр. Яғни мұны Катя ол адамның есімі. Лебедева 2005 ол адамның фамилиясы мен туған жылы. Бэтмен жай ғана бір сөз. Пароль зиянкестер оны оңай теріп пайдаланушы жазбаңызға қол жеткізе алмау үшін міндетті түрде күрделі болу керек. Барлық парольдердің қайсысы ең сенімді деп ойлайсыздар? Әрине де бұл парольдердің іштерінде ең сенімді тек біріншісі ғана. Себебі бұл парольде кіші әріп, үлкен әріп, цифр және бір символ бар. Жай ғана 1, 2, 3, 4, 5, 6 деп жаза салу арқылы сіздер өздеріңіздің пайдаланушылық жазбаңызға оңай бір жолды бересіздер. Енді біз тіркеле бастайық. Логинға мысал айтайық. Мен Жемісбек Дилназ деп жазам. Это имя пользователя уже занято деген қате шықса, яғни бұл пайдаланушы жазба бірегей емес, оны біреу қолданып жатыр деген шығады. Мұндай жағдайда сіздерге басқа логинді теру ойлап табу қажет. Мұнда Google өздеріңізге мүмкін жазбаларды ұсынады. Мысалы, мен Жемісбекді дей салам. Кейін құпия сөзді табамын. Яғни, мысалы айтайық.
және бүгінгі датаны жазып көрейік. Кейін мұнда подтвердить дегенге құпия сөзді қайтадан жазамыз. Дәлі келесі деген батырмаға басамыз. Мұнда өздеріңіздің телефон номерлеріңізді жазуға болады, дегенмен ол міндетті түрде емес. Резервный адрес электронной почты деген бұл тағы да бір электрондық почта. Ол да міндетті түрде емес. Мұнда туған жылдарыңызды жазасыздар. Кейін мұнда жыныстарыңызды таңдайсыздар. Женский бұл, яғни әйел, мужской бұл еркек. Кейін келесі дегенге басасыздар. Мұнда сіздерде Google компаниясының заңдарымен таныстырады. Оны міндетті түрде оқып шықсаңыздар болады. Кейін принимаю, яғни келісемін деп батырманы басасыздар. Және де өздеріңізге Google аккаунт аштыңыздар деп санасақ болады. Мұны сіздерде Gmail бірден ашылады. Енді біз Gmail-дың батырмалары мен бөлімдерін қарастырайық. Бұл бізде входящие, помеченные, отложенные, отправленные, черновики, важные, чаты, запланированные, вся почта, спам деген бөлімдер. Входящий деген ол сіздерге келген хаттар. Помеченные ол керек хатты сіздер мүмкін белгілеп алдыңыздар. Сол хаттар помеченный, яғни белгіленген бөлімде болады. Отложенный, яғни кейінге қалдырған хаттар отложенный да болады. Отправленный, яғни сіз жіберген хаттар. Черновики бұл жіберілмей қалған хаттар. Важный, маңызды хаттар. Чаты бұл жай ғана чаттар, хабарласуға арналған. Запланированный, енді жіберілетін хаттар. Вся почта бұл бүкіл почта, яғни барлық хаттар. Оның ішіне белгіленген, кейінге қалдырылған, сіздерге келген хаттар, сіз жазған хаттардың бәрі болады. Спам бұл әртүрлі сайттардан келген науқан туралы немесе жай ғана акциялар туралы келген хаттар болып саналады. Корзина бөлімінде сіздер жойып тастаған хаттар орналасады. Келесі қарастыратын сұрағымыз бұл хат алмасу үшін не істеу керек? Ең алдымен хат жазу дегенге басамыз, кейін кімге екендігін көрсетеміз, содан соң хатты жазып жібереміз. Мысалы айтайық, мұнда написать деп тұр, яғни жазу деген батырмаға басамыз. Кому, яғни кімге дегенге мұнда керек адамның логинін тереміз. Кейін мұнда хаттың тақырыбын жазсаңыздар болады, және жазбасаңыздар да болады. Мысалы айтайық, ол сіздердің үй тапсырмаларыңыз. Мұнда үй тапсырмасының мәтінін жіберсеңіздер болады, немесе файлды жүктесеңіздер болады, яғни мына скрепка белгішесі тұрған батырмаға басып, өздеріңіздің компьютеріңізде орналасқан бір файлды жіберсеңіздер болады. Ол файл жүктеліп болған соң отправить, яғни жіберу деген батырманы басуға болады. Сөйтіп сіздер хат жаза аласыздар. Письмо отправлено, яғни хат жіберілді деген бізге хабарлама келіп тұр. Ал енді келген хаттарға қалай жауап береді деген сұрақ туындайды. Ол үшін сіздерге хатты табу керек. Хатты ашып, ответить, яғни жауап беру батырмасына басасыздар. Мұнда тағы да өздеріңізге керек мәтінді жазасыздар. Мысалы, тақырып дейік. Хатқа жауап беру.
кейін отправить, яғни жіберу дегенді басасыздар. Сөйтіп сіздерге келген хаттарға жауап бере аласыздар. Яғни жаңағыда айтқан входящий, яғни келген хаттарда бөлімін ашасыздар, хатты таңдайсыздар, хатты ашқан соң ответить, яғни жауап беру батырмасына басасыздар, мұнда керек хатты жазып, отправить батырмасына басасыздар. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз тамам. Сіздерге бұл ақпараттар қызықты болды деп санаймын. Және де осы видео сабақтан сіздер көпті үйренген шығарсыздар. Егер де сұрақтарыңыз болса, комментарияға жазып тастап кетсеңіздер болады, мен міндетті түрде жауап беремін. Лайк басып, достарыңызбен бөлісуге ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.